бұл медицинаның ең басты жақсы жаңалығының бірі, биылғы таңда біз 2009 миллиард қорғаныс министрінің ақшасын бөліп 640-тан астам түрлі жабдықтар, медициналық көптеген жаңа жабдықтар алдық бүгінгі таңда. Барлық региондарға біз жаңадан компьютерлік томографияны, басқа да лабораториялық жабдықтар мен қамтамасыз етілді. Оған қоса бізде бүгінгі таңда әскерилердің дәрі-дәрмекпен қолдауына өте бізге жеткілікті сома қорғаныс министрінің тікелей нұсқауымен берілді әскерилерге. Ол дәрі-дәрмектер біз бұрынғыдан айырмашылығы, біз оларды орталықтан алыстатып, олар әр әскери бөлімге тікелей соның шотына түсетін болды. Ол бізге не береді? Ол біріншіден әр өңірде, сол өңірге байланысты соның климатына және де әскери бөлімнің сол өзінің қандай да мысалы ұшқыштарға және десанттықтарға, жаяу әскерге әркімге өз профессионалдық аурулары бар. Соларға арнап әр әскери бөлімнің өзінің сатып алған дұрыс деді. Оны тағы да басқа көптеген сол жақсы өз орнында командирлер қай уақытта қандай дәріні керек, мысалы сезонный болезнь деп айтамыз да, соларға байланысты олар әрқайсысы өз несінде алып жатыр. Оған екінші мәселе медицинада ол біздің әскерилердің санатория курорттық демалысы. Біз бүгінгі таңда 1300 адамға санаторий сападан, оның 40% біздің ардагерлерімізге Түркістан облысында орналасқан санаторий сападан бүгінгі таңда сонда демалып жатыр. Енді өзіміз Щучинск қаласында әскерилердің біз өздеріңіз білесіздер, былтыр өзіміз аштық, бірінші реабилитациялық орталық деген. Сол орталықта бүгінгі таңда 1200 адам емделіп шықты. Оған бірінші және біздің Голан жотасынан келген бітімгерлер және Арыс қаласындағы біздің жарылыстан кейінгі соларды қайта дұрыстау жұмыстарында жүрген сол әскери қызметшілер сол жерден келгеннен кейін сол жерде өңіріне демалды.